Сәлеметсіз бе? Сіздердің назарыңызға Қазақстан Республикасы президентінің болашақ халықаралық стипендиясын алуға конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау қызметі бойынша бейне нұсқа ұсынамыз. Сіз қызмет қабылдау бетіндесіз. Бірінші кезекте сізге жүйеге кіру қажет. Тіркелу кезінде көрсеткен JSN мен құпия сөзіңізді енгізіп, жүйеге кіру белгісін басыңыз. Сіз қызмет парақшасына ауыстырыласыз. Бұл бетте құжаттарды жүктеу кезінде қажет болатын құжаттар мен өтініштер тізімімен таныса аласыздар. Енді онлайн қызметке тапсырыс беру деген сары түсті белгіні басыңыз. Бірінші кезекте үміткерлер типі белгісін таңдап, содан соң байланыс телефоныңыз бен электронды поштаңыздың мекен-жайын енгізіңіз. Одан кейін таңдалған үміткерлер типіне сәйкес барлық қажетті құжаттарды көрсетілген тәртіп бойынша жүктеу қажет. Назарыңызға магистр дәрежесін алуға жоғарғы оқу орындары түлегі типі бойынша қызмет жұмысын ұсынамыз. Ең алдымен сізге порталға жүктеу қажет болатын барлық құжаттарды дайындау керек. Болашақ.gov.kz сайтында өтініштердің барлық формаларымен танысып, оларды басып шығаруға болады. Бұдан әрі өтініштерді толтырып, жүктеу үшін оларды сканерден өткізіп алу қажет. Төменде үміткерлердің принтерден басып шығаруға міндетті скан құжаттар тізіміне келесілер жатады. Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнының өтінімі. Бар болған жағдайда мемлекеттік тілінен емтихан тапсырғаны туралы белгіленген нысандағы ресми сертификаттың көшірмесі. Өтініш негіздеме. Дипломның қосымшасы бар бакалавр немесе маман нотариалды куәландырылған көшірмесі. Еңбек қызметін растайтын құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелері. Шетелге шығатын адамдар үшін белгіленген 082У нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама. Қолданушының жеке басын куәландыратын құжаттар, паспорт, үміткер сауалнамасы, Республикасы жоғары оқу орнының ғылыми кеңесінің ұсынысы. Барлық қажетті құжаттар жүктелгеннен кейін бұдан әрі түймесін басыңыз. Сіз қол қою кезеңіне ауысасыз. Бұл кезеңде сіздің электронды санақ қолтаңбаңыз сақталған мекен-жайды таңдаңыз. Егер қолтаңбаңыз жеке куәлікке жазылған болса, жеке куәлік түймесін басыңыз. АСК сыртқы құрылғыда немесе сіздің компьютеріңізде сақталған жағдайда файлды таңдау пәрменін басып, қолтаңбаңыз сақталған қоржынның мекен-жайын көрсетіңіз. Бұдан әрі АСК-ның құпия сөзін енгізу қажет. Сіз экраннан АСК-ның мәліметтерін көресіз. Жалғастыру белгісін басыңыз. Сұраным өңдеуге жіберілді. Қызмет белгіленген уақыт аралығында қабылданады. Қызметтің жағдайы жайлы ақпаратты жеке кабинетте қызмет алу тарихы бөлімінен көруге болады. Конкурсқа қатысу рұқсаты немесе қатыстырылмау туралы шешім құжаттардың қабылданған уақытынан бастап 10 жұмыс күнінің ішінде шығарылады. Ал шешім қабылданғаннан кейін 3 жұмыс күнінің ішінде сізге жазбаша хабарлама келеді. Құжаттардың қабылданғаны туралы қолхатты кез келген уақытта қызмет алу тарихы бөлімінен көруге болады. Назарыңызға рахмет. Электронды үкімет порталының қызметтерін пайдаланасыз деген үміттеміз. Портал жұмысына қатысты кез келген сұрақтар бойынша бізбен әлеуметтік желілер арқылы байланысқа шыға аласыз. Немесе бірыңғай байланыс орталығына 1414 және 8800 080 77 77 нөмірлеріне қоңырау шалуыңызға болады. Қоңырау шалу Қазақстан бойынша тегін.